Енді бағана сөзіміздің басында бір сөз айттық. Егер дінге қайшы бір нәрсе қоғамда басымдық алып тұрған болса, ол нәрселермен күреспеңдер. Дұрыс нәрсе тарқаса, ол нәрсе өзі қалып кетеді деген қағиданы айттық. Мысалға, ол жаңа жыл шырша деген. Шырша сам по себе шыршаның кінәсі жоқ. Ол бір өсімдік, ол бір ағаш тұрған. Мәселе адамның сенімінде. Не үшін айналады, не үшін ол нәрсені күтеді, сағынады дегендей да. Сосын баланың психологиясы деген нәрсе бар. Егер сіз балаға лайықты түрде бір сол жаңа жылға деген өзінде бір пікір қалыптасатындай алғы шарттарды жасамаған болсаңыз, тура жаңа жыл келіп қалғанда қой мынау болмайды, харам, христиандардікі, или болмаса шыршаны айналу харам десеңіз, ол сіздікі сүннетке сай емес. Пайғамбар алейхиссалам олай жасамайтын еді. Баланың психологиясы, үлкеннің психологиясы, үлкеннің психологиясы. Балаларға көп нәрсе допускается негізі. Балаларға андай үлкен адамнан талап еткендей, балам мынау харам, мынау шірк деп жаңағы үйтіп айтылмайды. Балаға көбінде тәрбие ойнап жүріп беріледі. Балаға кез келген бір нәрсе келе жатқан кезде алдын ала соның елшісі жіберіледі бала. Мысалға, қазақ қыздарына қызым бәлен жасқа келгенде күйеуге берем, малға сатам, я болмаса давай дайын бол, сен ана ыдыс-аяқты дұрыстап жу, ертең байға кетесің деген сияқты тәрбие бермеген. Ол хикметі жоқ біздердің тірлігіміз ғой. Қазақта мысалға бірнеше тәсіл болған, соның бір-ақ тәсілін айтайын. Күйеуге шығасың қызым дегенді сәукеле арқылы білдірген. Қызым, саған бір сәукеле заказ берейік деп жатырмыз. Жүр, саған сол қандай түспен, қандай таспен ұнайды. Күйеуге шығасың, сол кезде киесің деп айтылмайды. Ол өзі білет сәукелені, ұзатылған қыздар киіп жүргенін білет. Сондықтан қыз 7-8 жасқа келгенде жайлап оған сәукеле тігуге заказ береді. Жылына бір рет барып, сәукелесінің алдындағы тасын, артындағы тасын, үкісін көріп кетіп дегендей, сәукелесін көру арқылы ол көз алдына сәукеле киіп ұзатылғанын елестетеді қыз. Сөйтіп болашақта ешқандай травмасыз, ешқандай реніш, қызым, сенен күйеуге шықпайсың ба, жасың 18-ге келді, 20-ға келді, мынау не жүріс деген сөз айтылмайды. Қыз психологиялық тұрғыдан әйел болғасын күйеуге шығып, дүниеге перзент әкеп, бір жігіттің жүрегін шаттыққа бөліп, өзі бір Аллаға күйеу арқылы бір жақсы, лайықты құл болу деген нәрсені жай ғана сәукеле ұстаға сәукеле тапсырыс беру арқылы, соны анда-санда бар меркасын алып тұру арқылы болашақта күйеуге шығатынның тонкий намегін жасап тастаған ғой қазақ. Сондықтан біз балаларыңменен дейді, Құдай туралы сөйлеспесеңдер, Құдайға балаларың туралы айтуға тура келеді дейді. Шырша сол мәселе ғой. Мысалы, шырша ол сам по себе шырша проблема емес. Бірақ біз балаларымызға Құдайдың құдіреті туралы, оның беріп жатқандығы, жер бетінде оның қасиетті қағбасы бар, сол қағбасын айналамыз. Өйткені қағбадан басқа мешітте еш жерді айланбаймыз, қабірді айланбаймыз, ештеңкені айланбаймыз. Тек қағбаны айналамыз деген ақпараттар әдемі түрде жеткізілмесе, ойбай енді шыршаны айналма деген нәрсе ол әке-шешемен ортаға сызат алып келеді. Ол оны құлшылық қылып айналып жатқан жоқ. Мына христиандардың ғұрпы екен, христиандар қандай күшті деп ойлап жатқан жоқ. Ойлап жатса бір жөн енді. Мысалы, болады Европада, Лондонда тұратындарда сәл аз-кем әртүрлі нелер болуы мүмкін да. Сондықтан біз сол шыршаға жеткізбей, жалпы шырша дұрыс емес деген сөзді еш уақытта айтпау керек қой. Бала бағана сәукеле арқылы уақыт келгенде өз күйеуге шығып кеткен сияқты, уақыт келгенде өз жайлап енді шыршаның ар жағында да бір әлемдік шоу-бизнестің, идеологияның, басқа діндердің бір ықпалы жатқанын өзі түсінетіндей, өзі сол ислами, имани тәрбиені алғанын өзі білмей қалатын керек қой. Ең дұрысы сол да. Біз ана шыршаға дейінгі 12 айда ештеңе айтпаймыз да, тура шырша жақындаған кезде уайымдай бастаймыз да. Мынау біздікі емес қой, мынау балам қалай енді үйге шырша қоямыз ба, қоймаймыз ба? Кинодан көреміз, әдемі қойып қойса қызық болатын сияқты. Ал енді қойсақ біртүрлі иманымызға, мұсылманшылығымызға қайшы болатын сияқты. Сондықтан мысалға мынандай қағида бар да, например, жұма оқылған кезде құтпа айтылады. Құтпа деген намаз сияқты нәрсе. Мінберге шығып имам құтпа айтқан кезде дүние сөзін сөйлеуге болмайды. Басқа тірліктер жасауға болмайды. Құтпасын айтады, төмен түседі, кейін екі бас намаз оқылады. Сондай мінберде құтпа айтып тұрған кезде пайғамбар алейхиссаламның екі немересі Хасан, Хусейн кіріп келеді. Енді арабтың балалары да ұзын көйлек киеді екен, етегіне сүріне кірді дейді. Ата деп келді дейді.
Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам құтпасын тоқтатып төмен түсті, таяғын қойды, екі немересін құшақтады, мауқын басты, атасына еркеледі, сосын ары қарай жіберді дейді. Былай қарасаң, біз құтпанда үлкен адамдарға ол сөйлемеу керек, үлкен адамдарға ол сақтау керек. Бірақ ол балаға құтпаның қатысы жоқ. Балаға ата керек. Сондықтан пайғамбар алейхиссалам ол мына атам осы бір жерге шықса бізді құшақтамайды деп, сол қылығы арқылы құтпаны жек көріп кетуі мүмкін бала. Осы ата болмай қалады, осы жерге шықса бізді құшақтамайды, осы бір мінбер деген бәле болды деген сияқты. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бәленбай сахабаны тоқтатып, құтпадан түсіп екі немересін еркелетті дейді. Сондықтан ол баланың деңгейінде тыйым салыну керек, баланың деңгейінде түсіндірілу керек. Біз өзіміз бірдеңеден шошып алып, балаға ойбай аузубилля мынандай деп шошытпау керек та. Мысалға ойыншық, Айша анамыздың қуыршағы болды, ойыншық деген жатты, ойнайды бала бірдеңені бүлдіргісі келеді, бала бір нәрсені мысық асырағысы келеді, немесе бір нәрсемен ойнағысы келеді. Қазіргі заманда ойнайтын нәрсе көбейді, құмырсқаларды алып келеді үйге, тоты құс бар, кеңшілік заман ғой енді. Бала ойнағысы келгенше ойнағанда тұрған проблема жоқ негізінде. Бала болып өмір сүру керек. Балаға діни насихат үлкен адамға айтылған сияқты айтылса, ол дұрыс емес негізі. Балаға ойын ретінде айтылу керек. Сондықтан шырша деген мәселеде бағанағыдай ғой, егер ол шырша түгілі мешіттің ішінде сәл бір адам дабырлап сөйлесе, Омар халифа жайлап алып таспен ұрады екен. Неғып дабырлап атсыңдар деген дейді. Егер ол басқа жақтан келген бір бәдәуи болса, дінге жаңадан келген, оған ештеңе демейді екен. Мәдиналықтар болса сәл қаттырақ сөйлейді екен да. Ал бала мешіттің ішіне келіп айғайлап, ойнап, күліп жүрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да ешкім ештеңе демейді. Өйткені бала ол мешіттің ішіндегі әдептер балаға қатысы жоқ. Мысалға бала бүлдіріп те қоюы мүмкін. Бала түгілі бір намазға келген бір үлкен дардай адам келіп дәрет сындырады. Сонда дәрет сындырып сахабалардың бәрі қылышын суырған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қоя тұрыңдар дейді. Бар бір шелек су әкеліңдер деп жаңағы жерді шай қызып жібереді. Сонда анау келіп, Алланың елшісі, Алла сені мені жарылқасын дейді. Қой мына бауырларыңды да қос туғанға деп пайғамбар алейхиссалам айтады. Жай бала түгілі діни білімі жоқ үлкен адам дәрет сындырған кезде соған тиіскізбей жатыр, ол білместікпен жасап жатыр. Бала ол анық білмейді. Сол сияқты бала шырша мәселесінде, Хеллоуин мәселесінде, қандай еді ана бір ғашықтық Ден Валентин мәселелерінде бала керісінше айтып келу керек. Бүгін Ден Валентин болды, қызық болды вообще, мынандай болды, Хеллоуин болды, қорықтым әке, мама, қызық болды деп, да конца әсерін айту керек. Сосын, аузубилля, балам, мен әкең намаз оқиды, сен не істеп жүрсің? Ең қатал, ең дінге қайшы тәрбие осы. Еш уақытта ол айтуға болмайды. Айтқыз, ішіндегісін шығар, Хеллоуинді айтсын, басқаны айтсын, бала ол бүлдіреді. Мешітке дәрет сындырған үлкен адамды түсіністікпен қарап отыр. Айту керек. Сосын барып жайлап, қызық болған екен. Енді ол өзі былай, ол мынандай алған ғой, ол өзі былай болған. Баяғыда біздің кезімізде ондай болмады, бірақ қазір былай болатыр деп, адам сияқты сөйлесіп, жайлап, асауатты қасында шауып барып, тізгінінен тартып, айландырып алып келген сияқты. Бала сенен удар алмау керек қой. Бала сенен қойш құрсын, папам айтсам қазір бас сабырсады, мамам айтсам қазір ол мені жоққа шығарады, сөйтіп солардың алдында минусқа кіріп кетпейінші деп, бала тырысып жүрмеу керек. Егер бала тырысты ма, ол подружкасымен сөйлесе, досымен сөйлейді, олар айтады, олар старомодный, олар түсінбейді оны дейді. Сонымен сен қараптан қарап балаңнан айырылып қаласың мысалға. Лучше жаңағы Хеллоуинді маскасын кисе де, басқаны бүлдіріп келсе де, бала соны саған айта алу керек. Сол кезде түзете аласың, түсіндіре аласың. Ол бала онымен күнәға батып, онымен діннен шығып кетпейді. Ол білместікпен жасады. Бірақ шошытып, деп паниковать еткізбеу керек. Айтсын ішіндегісін. Қызық болу мүмкін. Мысалы, менің бір кішкентай қызым сөйтті. Қызық болды, мен мынандай нәрсе болды, ана подружкам қорықты деді. Мен күліп тыңдап алдым. Ол ойлады, маған өтті, оказывается, нормально екен деп ойлады. Кәдімгідей. Сосын күлдім, сосын жүр бір жерге барып келейік деп, мороженое әпердім, еркелеттім, одан бетер күмәнін кетірдім. Сосын барып, жайлап, алыстан орағытып әңгіме алып келдім. Солай ма деді, өзі айтты соңында. Сол. Барлығын айтып түсініп, бірақ айттым, сен оны ешкіммен таласпа, аналарға ұрыспай-ақ қой. Сен ол мектепте молда емессің, оларға түсіндіре алмайсың. Ішің білсін, сен өзің не қыл.
деп бәрі не қылды өз кейін альхамдулилля одан кейінгі класстарда ол қызынан ол проблема болған жоқ, ол керісінше мамасына өзінің класстастарының қылығын айтып күліп жүрді. Олар әлі сөйтеді түсінбейді деген сияқты. Кейбір заттарды сұрап қараған кезде істейсің ғой, пайғамбар солай жасаған екен деп айтсам, кейін ол бала өсе келе өзі келіп сұрауы мүмкін ба? Жоқ, дұрыс, бірақ андай бейбіт уақыттарда Алла кім, пайғамбар кім, сол жайында көп әңгіме айтылу керек. Вообще бір оқиғамен байланыстырғаннан бұрын пайғамбардың құндылығы екен, оның пайғамбар екенін бала түсінетін бір информациялар жету керек оған. Одан кейін барып, міне, көрдің ба, пайғамбарымыз сөйткен десең, сол кезде өтеді. Оған пайғамбар жайында жеткілікті айтылмаса, жүрегінде құрмет орнықпаса, оны айтқаннан не пайда? О пайғамбардан гөрі нағашы әжесі жақын болуы мүмкін де оған. Кәмпит әкеліп мороженое беріп жүрген де мысалы. Мысал үшін. Сондықтан балаға кім жақын? Балаға пайғамбар мына намаз оқып жүрген бізге кейде жақын болмай қалады. Біз мына пайғамбардың сүннеті десе қойшы деп тұруы мүмкін да. Бала ол бала ғой. Жалпы бала 5-6 жасқа дейін, негізі сүннет бойынша 5-6 жасқа дейін балаға қатты ақыл айтылып, баладан бір жомарттық күтіп, балам ойыншығыңды бер анаған, сен үйтпе, мынау дені сау ма, қолындағысын бөліспейді осы бала деген сияқты. Болмайды ол нәрселер. Бала 5-6 жасқа дейін эгоист болса, өзінің ойыншығын қызғанса, ол натуральный, табиғи түрде қасиеттері қалыптасып жатыр деген сөз. Ол ойыншығын қызғанбаса, ол жалпақ шешей болып бере салатын жағдайға сындырсаң, ол кейін әйелін қызғанбайтын, бизнесін қызғанбайтын, дүниесін қызғанбайтынның фундаменті содан қалыптасады. Сондықтан баланың кішкентай кезінде ол жомарт болуға шарт емес ол. Немесе қызғанбай елдің бәрінің положениесіне кіруге шарт емес ол. Ол әке-шешесіне махаббат күтуге, елдің бәрі оны түсінсін деп ерке болуға міндетті 5-6 жасқа дейін. Ал одан кейін барып, бағанағыдай ақылы кіре бастағанда әдемі әңгімелермен тарту арқылы оған дән түсіру керек. Одан кейін барып, жаңағы 18-19-ға келгенде уже сырласу, сұхбаттасу басталу керек деген кезеңдер бар ғой өзі. Вот солай келу керек. Ал енді сіздің жаңағы үшінші сұрақ туысқандық неге байланысты?